Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздермен бірге адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты, адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты коммерциялық емес акционерлік қоғамы білім беру ұйымдарында ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы қызметін ұйымдастыруда жобаның нәтижелігін қамтамасыз ету үшін 2023-2024 оқу жылының 12 қыркүйегі мен 5 желтоқсан аралығында вебинарлар сериясын жоспарлаған болатын. Мінекей біз бүгін кезекті вебинардамыз. Бүгінгі вебинарымызда сіздермен жалпы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы, ондағы ата-аналардың сұранысына қарай тақырыптарды жоспарлауға байланысты өзінің тәжірибесімен бөлісетін институттың стратегия және әлеуметтік зерттеулер бөлімінің басшысы Әлиев Бақыт Шалабайұлы. Әлиев Бақыт Шалабайұлы сіздермен жалпы осы мәселеге байланысты тәжірибесімен бөлініп, сіздерге құнды ақпарат беретініне сенімдімін. Бақыт Шалабайұлы, сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіз бе? Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі вебинардың тақырыбы білім беру ұйымдарындағы ата-аналардың қызығушылығын диагностикалау негізінде педагогикалық қолдау орталығының жобасын жүзеге асыруды жоспарлау тақырыбында болмақ. Әріптестер, өздеріңізге белгілі, осының алдындағы вебинар тақырыптарында осы білім беру ұйымдарында ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтарын жұмысын жоспарлау бойынша дәрістер, вебинарлар өткен болатын. Сол кезде, сол дәрістерде осы ата-аналардың сұраныстарын ескере отырып, жоспарлаудың бірнеше тәртібі сіздерге ұсынылған болатын. Және де сонымен қатар осы білім беру ұйымдарында ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының қызметін ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдары мен нұсқаулықтар білім басқармаларына жолданған болатын, және WhatsApp чаттарда тиісті әдіскерлер мен педагогтердің чаттарына салынған болатын. Сол әдістемелік ұсынымдарда осы білім беру ұйымдарында осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығын ұйымдастырудың келесі тәртібі ұсынылған болатын. Ең бірінші, орталықтың ашылу жөнінде бұйрық шығару, оның қызметін үйлестіретін жұмыс тобын құру, педагогтердің лауазымдық міндеттеріне ата-аналармен жұмыс бойынша психологиялық педагогикалық ағарту жөніндегі функцияларды қосу, мектептің тәрбие жұмысы жоспарына және мектеп ішілік бақылау жоспарына осы орталық қызметі туралы толықтырулар енгізу, сынып жетекшілерінің, педагог психологтардың, әлеуметтік педагогтердің жоспарларына осы орталық қызмет туралы толықтырулар, сабақтарды мұғалімдер арасында Шолпан Ерболатова, өтініш микрофонды өшіріп қойсаңыз. Ары қарай жалғастырайық. Ата-аналармен кездесулер өткізу, бағдарламалардың мазмұнын таныстыру, және бүгін сіздердің назарларыңызды аудартатын тақырып бұл курс бағдарламаларын бекіту, яғни ата-аналардың сұраныстарына сәйкес 30% өзгеріс енгізу. Бұл не дегеніміз не? Өздеріңізге белгілі, ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтарының сабақтары айына бір рет өткізілетін болады. Тиісінше 8 сабақ ұсынылған, 8 тақырып ұсынылған. Ол тақырыптар жалпы республика бойынша ата-аналардың қызығушылықтарын, сұраныстарын зерттей келе, сондай тақырыптар жаңағы оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты бөлінген болатын. Алайда біздің елімізде әртүрлі өңірлердегі әртүрлі білім беру ұйымдары бар. Сол білім беру ұйымдарда белгілі бір-біріне ұқсамайтын мәселелер бар, проблемалар болуы мүмкін. Және де сондағы оқитын балалардың ата-аналарының сұраныстары мен қызығушылықтары да бір-бірінен ерекшеленетін болуы мүмкін. Осындай себепті сол 8 сабақтың сіздер 2-3 сабағына сол ата-аналардың, сіздердің мектептеріңізге келетін ата-аналардың қызығушылықтарын, қажеттіліктерін ескере отырып, өзгеріс енгізе аласыздар. Осындай ұсыныс берілген болатын. Ең алдымен ол өзгерістерді енгізбес бұрын, әрине, ол ата-аналардың сұраныстары қандай, психологиялық, педагогикалық білімге деген қызығушылықтары мен қажеттіліктері қандай деген мәселені анықтап алу қажет болатын. Сол себептен де осы ата-аналардың сұраныстарын ескеру үшін
олармен жеке әңгімелесу өткізу керек, немесе жаппай сауалнама жүргізу ұсынылады. Бүгінгі вебинарда сол ата-аналардың қызығушылықтарын, сұраныстарын, қажеттіліктерін анықтайтын сауалнаманы құрастыру, оны ұйымдастыру, жүргізу, оның нәтижелерін өңдеу және соның нәтижесінде осы курстың бағдарламаларын әзірлеу, курстың сабақтарын әзірлеу және оны мектептің педагогикалық кеңесінде бекітіп, алдағы уақытта ата-аналардың назарына ұсыну. Осы жайында бүгін кеңінен әңгімелейтін боламыз. Жалпы педагогикалық диагностика деген жалпы білім беру процесіне қатысы бар кез келген маман үшін ол таңсық дүние емес. Осы уақытқа дейін психологиялық диагностика туралы жақсы біліп келдіңіздер. Бұны мектептің психологиялық қызмет жүйесін ұйымдастыратын мамандар көбінесе оқушылардың жаңағы психикалық даму ерекшеліктерін, интеллектуалдық, адамгершілік, рухани даму ерекшеліктерін, сабақтағы үлгерімін, сонымен қатар мектеп ұжымындағы әлеуметтік психологиялық ахуал деңгейін диагностикалау бойынша психологтар жүйелі жұмыстар жүргізіп келетін. Ал енді сонымен қатар педагогикалық та диагностика қатар жүргізіледі. Бұл оқу тәрбие процесін тиімді ету, немесе оның нәтижесін қоғам үшін маңызды екенін негіздеу мақсатымен оқу тәрбие процесінің барысында оның алғы шарттарын, жағдайын және нәтижесін зерттейтін іс-әрекет. Сонымен қатар сол іс-әрекеттің нәтижелерінің себептерін анықтайтын іс-әрекет болып табылады. Педагогикалық диагностика бұл оқыту процесінің жағдайы мен нәтижелерін зерттеуден тұратын педагогтердің іс-әрекет жүйесі болып табылады. Бұл мамандардың дайындық сапасы мен біліктілігін арттыру мақсатында осы процесті реттеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар білім беру қызметінің ажырамас бөлігі ретінде бүкіл білім беру үдерісін тиімді басқаруға бағытталған. Енді біздің жағдайымызда жаңа айтып өткендей, диагностика ең алдымен ата-аналардың қызығушылықтарын, олардың сұраныстарын анықтау үшін қажет. Сол сұраныстарды анықтағаннан кейін барып, біз тиісті бағдарламаға өзгерістер енгізіп, тиісті тақырыптар бойынша сабақтарды әзірлеп ұсынатын боламыз. Осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының тыңдаушыларына, яғни ата-аналарға сауалнама жүргізу бірнеше кезеңнен тұрап, ең алдымен мониторинг құралдарын әзірлеу, яғни сауалнаманы құрастыру, екінші деректерді жинау, яғни ата-аналардың туралы мәліметтерді жинау, олардың көзқарастарын, пікірлерін, қызығушылықтарын туралы мәліметтерді жинау, одан кейін сол мәліметтерді өңдеу, одан кейін ол мәліметтерді талдау, жан-жақты, содан кейін барып тиісінше сол анықтамалық, аналитикалық анықтама дайындау. Сол анықтаманың негізінде жаңа айтқандай сабақтарды әзірлеп ұсыну. Ата-аналар қауымының сұранысын зерделеу үшін білім беру ұйымдарында ата-аналардың нақты психологиялық, педагогикалық білімге деген қажеттіліктерін, қызығушылықтарын анықтауға мүмкіндік беретін сауалнама жүргізу ұсынылады. Бұл өздеріңізге ұсынылған әдістемелік ұсынымдар мен нұсқаулықтарда да берілген. Ата-аналардың психологиялық, педагогикалық білімге қажеттіліктерін және қызығушылықтарын анықтау білім беру ұйымдарына сабақ бағдарламасының 20-30% көлемінде сабақтардың тақырыптары мен мазмұнын дербес анықтауға, әзірлеуге және оны жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Енді жалпы осының алдында айтқандай, осыған дейін көбінесе психологтар балаларға болсын, ата-аналарға болсын, өздерінің әріптестеріне болсын, қандай да бір қажетті объектіні анықтау үшін сауалнама құрастырып ұсынатын. Дәл сондай процедурамен ата-аналардың да сұраныстарын анықтау үшін сауалнама құрастыруымыз қажет, және ол сауалнаманы құрастыруға қойылатын өзіндік талаптар бар. Сол талаптарға қысқаша тоқталып өтейік. Бірінші, бұл сұрақтарды құрастырудың талаптарын орындау. Яғни әрбір сұрақты құрастырудың өзіндік талаптары бар. Сұрақ тек бір мәселе төңірегінде ғана болу керек. Яғни бірнеше сұрақ болса, соның әрбір сұрағы тек бір мәселе төңірегінде болу керек. Бір сөйлемде екі жауапты талап ететін екі ұшты сұрақтар болмау керек.
әрбір сұрақтан тек қана бір ғана жауапты біз анықтау үшін құрастыруымыз керек. Сауалдар, сұрақтар түсінікті, бір мәнді, нақты және анық сенімді жауап алуға мүмкіндік туғызуы тиіс. Сауалнама зерттеу мақсатына және міндеттеріне сәйкес сұрақтардан тұруы қажет. Сұрақ дұрыс қойылмаса, респондент, яғни сауалнамаға жауап беруші адам, жауап беруден бас тартуы мүмкін. Яғни біз ата-аналардың жаңа айтқан сұранысын, қызығушылығын, қажеттілігін анықтаймыз дедік қой, біздің мақсатымыз. Сол мақсатқа сәйкес сұрақтар құрастырылу керек. Басқа одан ауытқитын сұрақтарды қоспаған жөн. Сұрақтар логикалық сәйкестікпен қойылу керек. Жеке сипаттағы немесе күрделі сұрақтар сауалнаманың соңында тұруы тиіс. Жағымсыз сезім, наразылық тудыратын сұрақтар тікелей түрде емес, жанама түрде қойылуы керек. Сауалнамада нақты терминологияны, күнделікті тілді, түсінікті терминдерді пайдаланған жөн, жаргондарды қолданбаған жөн. Яғни түсінікті, яғни терминологиялық, күнделікті өмірде де пайдаланатын ұғымдар мен терминдерді пайдаланған жөн. Сауалнамаға жауап берушілер тәжірибесінен тысқары жайт туралы сауалдарды қоймаған жөн. Яғни тек қана ата-аналардың міндетіне кіретін сұрақтарды ғана қойған жөн. Одан тысқары болатын сұрақтарды сұраққа қоспаған дұрыс. Ол хабардар болған сұрақтарды қойған ләзім. Яғни ол жауап бере алады деген, өзінің сол ата-ананың құзыретіне кіретін жаңағы мәліметтерді ғана қамтитын сұрақтарды қоюымыз қажет. Негізгіні қоймас бұрын сұрақтарды ой сүзгісінен өткізіп алған пайдалы деген сияқты. То есть алдын ала сұрақты қоймас бұрын, құрастырмас бұрын, оны бекітпес бұрын біз оны жан-жақты ой сүзгісінен өткізіп алуымыз керек. Сұрақты қисындатырып, мазмұндау респондентті зерттеушінің көңілі қалайтын жауапқа жетелеп көндіруге тиісті емес. Яғни біз өзіміздің қалайтын жауапты алғымыз келіп, сұрақты соған қарай бұрмалап құрастырудың қажеті жоқ. Біз өзіміздің мақсатымыздан ауытқымауымыз керек. Сұрақтар екі мағыналы сипатта болмауы керек. Жаңа басында айтып өткендей, тек қана біз қандай бір мәселе төңірегінде болу керек дедік қой, сол қандай нәрсені анықтауды мақсат тұттық, сол мақсат негізінде сұрақтар құрастырылуы қажет. Енді сұрақтар, яғни жеңілден күрделіге, жалпыдан арнайы сұрақтарға, міндеттемейтін сұрақтардан сыпайы сұрақтарға көше отырып қою керек деген қағиданы сақтау қажет. Сұрақтардың қисынын келтірудің бірізділігі сақталу керек. Алдымен кіріспе, таныстырма сауалдар немесе респонденттің зерттелетін мәселе бойынша хабардарлығын анықтауға жәрдемдесетін сұрақтар қойылады. Мысалы, ашытқы нарығы туралы зерттеу жүргізу керек болса, респондент ашытқыны қолдана ма жоқ па, соны анықтау қажет. Содан соң зерттеуге тікелей қатысты сұрақтар және бақылау сұрақтар болуы мүмкін. Ең соңында жеке сипатты сұрақтар қойылады. Яғни ата-анаға, яғни сол тәрбие мәселесі бойынша, оның неше баласы бар, баласының тәрбиесіне қаншалықты көңіл бөледі деген сияқты сұрақтарды қою арқылы кіріспе сұрақтарды, содан кейін барып күрделі сұрақтарға көшеміз. Төртінші, сұрақтар саны сұрақты сауалнамаға кіргізбей тұрып, оның қажеттілігін анықтау қажет. Яғни біз сұрақтардың санын мұқият қадағалап отыруымыз керек. Әрбір сұрақ өзімізге қажетті бір ақпаратты бізге беру қажет. Сондықтан да белгілі бір сұрақты сауалнамаға кіргізбес бұрын, бұл сұрақтың жауабы, нәтижесі бізге қандай ақпарат, қандай мәлімет береді деген сауалды алдымен өзімізге қойып, соған жауап тауып алуымыз керек. Келесі бұл сауалнама құрылымы, яғни кіріспе, деректеме және негізгі сияқты үш бөліктен тұрады. Кіріспеде респонденттің пікір сұрауға қатысуын өтініп, оның мақсаты көрсетіліп, сауалнаманың не үшін алып жатқанымыз, респонденттің жауаптарының қандай пайда әкелетіндігі туралы айтылады. Сауалнаманың негізгі бөлігінде зерттеу мақсаттарын айқындайтын сұрақтар қойылады. Ал деректеме бөлімінде сауалнамаға жауап берушілердің жасы, жынысы, отбасылық жағдайы сияқты сұрақтар қойылады.
сауалнама жүргізушінің аты жөні, пікір сұрау жүргізген орны және күні міндетті түрде көрсетілуі қажет. Жалпы біздің практикамызда сауалнамаға аты жөнін жазуды біз міндеттемейміз, анонимді түрде құрастырылатындықтан бұл жаңағы жауаптың нұсқаларына сауалнамаға қатысушы адам өткізіп жіберуі мүмкін, немесе қалауынша аты жөнін көрсетуі де мүмкін. Негізінде бұл міндеттелмейтін дүние. Келесі, сұрақтардың стандартталу типтері бойынша сауалнама ашық және жабық түрде болуы мүмкін. Тиісінше, жауаптар да ашық және жабық болады. Яғни ашық дегеніміз, яғни сауалнама сұрақтарында ешқандай жауап нұсқалары берілмейді. Бұл сауалнамаға жауап берушінің өз еркіне қалдырылады. Жауап беруші өзінің пікірін қалауынша жазбаша түрде жеткізе алады. Ал жабық сұрақтар дегеніміз, бұл бірнеше жауаптан тұрады. 3 жауаптан 6-7 жауапқа дейін, тіпті 10 жауапқа дейін, яғни балама жауаптары берілетін сұрақтарды жабық сұрақтар дейміз. Тиісінше жабық жауаптарды алынады. Бұл жерде бұл екеуінің айырмашылығы, жабық сұрақтарды қою арқылы біз өзімізге дәл не керек екен, яғни біз ұсынған жауаптардың қайсысы көбірек ата-аналардың жаңағы таңдауына ие болады екен деген ниетпен, мақсатпен ғана қоямыз. Ал ашық сұрақтар өзімізге белгісіз тұстарды анықтау үшін ата-аналардың көптеген пікірлерінің жиілігін, яғни сараптай отырып анықтау үшін қойылады. Енді жаңа айтып кеттім ғой, осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының сабақтарын, педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының бағдарламаларын, олардың оқу кешендерінің мазмұнын әзірлемес бұрын біз осы Қазақстан еліміздегі 12 мың педагогке сауалнама жүргізіп, сол сауалнама арқылы ата-аналардың педагогикалық білімге, педагогикалық психологиялық білімге деген қажеттіліктерін, олардың қызығушылықтарын, сұраныстарын анықтау үшін сауалнама жүргізіп, сол сауалнаманың нәтижесінде жаңа айтқан бағдарламалардың мазмұнын құрастырып әзірлеген болатынбыз. Сол сауалнаманы мысал ретінде сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл сауалнамалар әдістемелік нұсқаулықтарда да берілген. Осы презентациядан да сіздер алып, өз жұмыстарыңызға пайдалансаңыздар болады. Немесе өздеріңізде жаңағы жоғарыда айтылған талаптарды ескере отырып, өздеріңізге қажетті сауалнаманы құрастырсаңыздар да болады. Ең бірінші, бұл сауалнама сол ата-аналардың психологиялық, педагогикалық білімге деген қажеттіліктерін, қаншалықты оларға қажет бұндай сабақтар, немесе бұл ұсынылған тақырыптар олар үшін маңыздылығы төмен, мүмкін олар басқа жаңа тақырыптарды, жаңа мәселелердің алдын алу бойынша тақырыптарды қозғағысы келетін шығар, соны анықтауға мүмкіндік береді. Ең бірінші сұрақ, балаңыз оқитын сыныпты белгілеңіз. Егер отбасында бірнеше оқушы болса, олардың сыныптарын белгілеңіз. Бұл дегеніміз, жаңа басында айтып өттім, біздің сабақтар оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты 3-ке бөлінгені, яғни бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарына, орта буын және жоғары сынып оқушыларының ата-аналарына. Сондықтан да бұл сұрақ оқушылардың жаңағы бағдарламаның қай бөлігіне өзгеріс енгізу қажет екенін анықтауға мүмкіндік береді. Келесі, тәрбиенің әр бағытын қиындық деңгейіне қарай 5 балдық шкала бойынша бағалаңыз. Зияткерлік тәрбие, ұлттық тәрбие, адамгершілік, рухани, патриоттық, құқықтық, еңбек тәрбиесі, экологиялық, эмоционалдық тәрбие, эстетикалық тәрбие деген сияқты. Бұл бойынша сіздер ата-аналар осы тәрбие жаңағы түрлерінің қайсысына көбірек мұқтаж екендігін анықтауға мүмкіндік береді. Келесі сұрақ, баланы тәрбиелеуде сізді қандай сұрақтар қызықтырады? Бірнеше жауаптарды таңдауға болады. Егер де бұл жауаптар ата-аналардың мазаламайтын болса, өз еркімен басқа деген нұсқаға өзінің жауаптарын жазуға болады. Мұнда жаңағы суицидтің алдын алуға байланысты, мектептегі баласының құрдастарымен буллингтің алдын алу, интернетке тәуелділік деген сияқты, баламен қарым-қатынасты қалай жақсартуға болады,
балалардың эмоцияларын қалай басқаруына үйрету, балаға оның әлеуметтенуіне қалай көмектесуге болады, балаға салауатты өмір салтын ұстануға қалай ынталандыруға болады, баланың жаңағы оқуына, оның оқу үлгерімін жоғарылауына қалай көмектесе аламын деген сияқты, стресске төзімділікті қалай дамытуға болады, баламен бірге уақыт өткізудің сапасын қалай арттырсам болады деген сияқты. Сонымен қатар жасөспірімдерге болашақтағы өзінің мамандығын, кәсібін таңдауға қалай көмектесе алам деген секілді жауаптарды ұсынып отырмыз. Бұл жауаптардан бөлек ата-аналар өздерінің де жауаптарын ұсына алады. Сонымен қатар қазіргі уақытта бала тәрбиесінде қандай қиындықтар бар деген ашық сұрақты біз бердік. Бұған ата-аналар өз еркінше, қалауынша шектеусіз жауап бере алуына мүмкіндік туғызу үшін осындай сұрақ берілген. Бұл өзіміз жаңағы жабық сұрақтар арқылы ала алмайтын мәліметтерді осы ашық сұрақтардың мазмұнын талдау арқылы біз өзімізге мәлімет жауап аламыз. Енді құрметті әріптестер, жалпы осы 4 сұрақтың негізінде біз негізгі сұрақтарды сізге ұсынып отырмын. Негізгі бұдан да көп сұрақтар болған анкетада. Сіздер осы сауалнаманы алып, ата-аналармен алғашқы кездесу өткізген кезде, яғни әңгімелесу барысында қосымша осы сауалнаманы алып, оның нәтижелерін өңдеп, талдап, белгілі бір аналитикалық анықтама дайындап, соның нәтижесінде өзге тақырыптарды таңдап, бекітіп, оның мазмұнын, яғни сабақтарды құрастырып, оны кестеге кіргізіп, ата-аналармен жүргізулеріңізге болады. Енді келесі сауалнама бұл осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының қызметіне ата-аналар қаншалықты қанағаттанады, соны анықтауға арналған сауалнама бар. Оны да сіздерге ұсынып отырмыз. Бұл сол ата-аналардың мәселен біз ұсынған тақырыптарды, немесе сіздер қосымша ұсынған тақырыптарды, сонымен қатар ол сабақтардың жүргізілу сапасын, оның сабақтардың мазмұны қаншалықты деңгейде құрастырылғандығына ата-аналардың қанағаттану деңгейін бағалауға арналған. Яғни бұл сауалнаманы алғаннан кейін бұның нәтижесі де жаңағы айтқандай кезеңдер арқылы жүзеге асады. Бұны сіздер жылына 2 рет немесе жылдың соңында 1 рет ұсынсаңыздар болады, немесе әр сабақтан кейін ұсынсаңыздар да болады. Бірінші сұрақ: ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының сабақтарының мазмұны сіз үшін қызықты болды ма? Яғни 5 балдық шкала бойынша қаншалықты қызықты болғандығын бағалау ұсынылады. Екінші: ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығында оқыту сапасын 5 балдық шкала бойынша бағалаңыз. Яғни жаңа мұнда критерийлер берілген, сол критерийлердің тұсына 5 балдық шкала бойынша бағалау ұсынылады. Одан кейін алынған ақпараттың жаңалығын 5 балдық шкала бойынша бағалаңыз. Осы сіздер ұсынған сабақтарда ата-аналармен өткізген қаншалықты олар өздеріне жаңа ақпарат ала білді, қаншалықты өздеріне практикалық дағдыларды игере алды, қаншалықты өздеріне пайдалы болатын ұсыныстарды меңгере алды. Осы мәліметтерді осы сауалнама арқылы анықтай аламыз. Сіз алған біліміңізді балаларыңызды тәрбиелеуде қолданасыз ба? Осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығында берілген, сабақтарында берілген білімдер оны өз баласының тәрбиесінде, онымен қарым-қатынасында қаншалықты пайдалануға, қолдануға негіз бола алады, әдістемелік көмек бола алады. Осы тұрғыда жауап ала аласыздар. 5-ші сұрақ: ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының қызметін жетілдіру бойынша тілектеріңізбен бөлісуді сұраймыз деп. Әрине, бұл сабақтың негізгі тұтынушысы ата-аналар болғандықтан, олардан кері байланыс алу өте маңызды. Сондықтан да бәлкім біздердің ұсынған 8 сабағымызға
сабағымыздың яғни көп бөлігі толықтыруды немесе алмастыруды немесе ата-аналардың қажеттіліктері мен қызығушылықтарына сәйкес келмеуі мүмкін, немесе барлық 8 сабақтарда ата-аналардың барлық қажеттіліктерін, сұраныстарын, қызығушылықтарын қанағаттандыруы мүмкін. Сол себепті де қандай деңгейде біз сабақты өткізе алдық, ол қаншалықты ата-аналардың көңілінен шықты, сол бойынша олардың тілектері болса, қандай да бір ұсыныстары болса, идеялары болса, осы жерге жазуына біз ата-аналарға мүмкіндік береміз. Бұл әрине сабақтарды өткізіп болғаннан кейін, жаңа айтып өткендей, бірінші жарты жылдықта немесе жылдың соңында өткізіп, сол ата-аналардан кері байланыс алу үшін осы екінші сауалнаманы ұсыну, пайдалану сіздерге ұсынылып отыр. Енді бірінші сабақта осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының қызметін жоспарлау бойынша дәрісте сіздерге айтылған болатын. Бұл оқу-ағарту министрлігі тарапынан және осы біздің адамның үйлесімді даму ұлттық институты тарапынан, сонымен қатар өңірлік білім басқармалары тарапынан осы ата-аналардың педагогикалық қолдау орталығының ұйымдастыру сапасы, оның қызметінің нәтижелілігі жүйелі мониторингке жаңағы түсіп тұрады, яғни мониторинг жүргізіліп тұрады оның сапасына. Ол жылына 2 рет жүргізілетін болады. Бізде арнайы мониторинг бағдарламасы әзірленіп бекітілетін болады. Ол білім басқармаларымен бірге талданып, бірге оның жаңағы мониторингті жүргізу кестесі айқындалатын болады. Және сол мониторингте қарастырылатын негізгі мәселе ол ата-ананың бала тәрбиесі мен білім беру процесіне қатысу деңгейін анықтауға арналатын болады. Соны анықтауға арналған сауалнамада құрастырылған. Сол сауалнаманы сіздермен бөлісе кетейін. Жаңа осы сауалнаманы құрастырудың талабына сәйкес ең бірінші жаңағыдай кіріспе бөлімінде жаңағыдай ата-аналарға біздің мақсатымызды сауалнаманың ол не үшін керек, қандай нәтиже береді деген талабы болатын. Сол себептен де мынау кіріспе бөлімінде құрметті әкелер, аналар, ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтар қызметінің басталуына байланысты сол адам үйлесімді даму ұлттық институты сауалнама жүргізеді. Сауалнаманың мақсаты ата-ананың бала тәрбиесі мен білім беру процесіне қатысу дәрежесін анықтау. Сіздің шынайы жауаптарыңыз ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтарында сабақтардың қызықты және мазмұнды контентін қалыптастыруға, мектеп пен ата-аналардың қарым-қатынасын жақсартуға, орталық қызметінің тиімділігін бағалауға көмектеседі деген кіріспе сөз берілген. Және де осындай бірнеше сұрақтар берілген. Мен баланың анасымын, әкесімін, қай өңірде тұрамын, тұрғылықты ауылда тұрамын, қалада тұрамын, менің жасым мына жас аралығында деген секілді кіріспе мәліметтер бар. Сондай-ақ ата-аналардың білім деңгейі, тәрбиелеп отырған балаларының саны, мектепте оқитын балалардың саны, үйде қай тілде сөйлесетіндігі, баланың өзі қай тілде білім алатындығы және қарым-қатынас жасайтындығы, балаңызбен жаңағыдай қаншалықты жиі осындай мәселелерді талқылайсыз деген сұрақтар, балама жаңа тақырыптар бойынша үй тапсырмасын орындауға қаншалықты көмектесетіндігі, мектебіне, балаңыздың мектебіне қаншалықты жиі баратындығы ата-аналардың. Сонымен қатар қосымша ақпарат көздерін балаларыңызбен бірге қаншалықты жаңағыдай іздейтін, бірге тамашалайтынымыз электронды кітаптар, қосымшалар, сөздіктер, атластар деген сияқты. Балалармен әртүрлі тақырыпта қаншалықты жиі сөйлесе алатындығы, отбасында балалармен бірге театрларға, мұражайларға, көрмелерге, қызықты жерлерге, саяхаттарға, кітаптарды бірге оқуды қаншалықты іске асырасыз деген сұрақтар қойылған. Сонымен қатар, егер сіздің балаңыздың қосымша білім беру ұйымдарына барса, онда үйірме секцияны таңдауы жаңағыдай қандай негіздерге, критерийлерге негізделген деген сияқты, яғни баланың қабілеттеріне,
оның төлеміне, жаңағыдай педагогтың кеңесіне деген сияқты болуы мүмкін, және өз жауабы да берілуі мүмкін. Балаңыздың достарымен қаншалықты қарым-қатынас жасайсыз, иә? Балаңыздың тәрбиесінде қандай тәсілдерді пайдаланасыз деген сауалдар бар. Және де осы балаңызды оқыту мен тәрбиелеуде өзіңізді сенімсіз сезінесіз бе? Егер солай болатын болса, оның себептері қандай? Мектеп ата-анаға баланың үлгерімі туралы ақпаратты ыңғайлы түрде үнемі ұсына ма? Бала мен мектептен алынған ақпарат әрқашан бірдей бола бере ма? Немесе ол керісінше ма? Деген сияқты сауалдар берілген. Және де осы ата-аналардың мектеп өміріне қатысуының сипаты қандай? Және оның бірнеше жаңағы нұсқалары берілген. Яғни бәлкім мектеп кітапханасына көмектеседі, сабақтан тыс іс-шараларға қатысуы мүмкін, кезекшіліктеріне көмектесуі мүмкін, немесе осы ата-аналар педагогикалық қолдау орталықтарына спикер ретінде шақырылуы мүмкін деген сияқты. Мүмкін сауалнамаларға қатысам, мұғалімдердің жаңа бейресми іс-шараларына, кездесулеріне қатысамын деген секілді бәлкім жауаптар болуы мүмкін. Аталған себептердің қайсысы мектеп өміріне қатысуға кедергі келтіреді? Қандай факторлар ата-аналарға мектепке жиі қатынасуға кедергі келтіреді? Осы мәселені де айқындайтын сұрақ берілген. Және осы сұрақтардың нәтижесінде бағанағы кезеңдер бойынша сұрақтарды талдап, өңдеп, жаңағыдай аналитикалық анықтама жазып, егер де оң нәтиже көрсететін болса, бұл сіздердің, сонымен қатар осы ата-аналар педагогикалық қолдау орталығының нәтижесінің, яғни жемісі көрсеткіші екенін көрсетеді. Әрине бұл ең алдымен мектептің көрсеткіші. Сондықтан да ата-аналар осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының сабақтарына, ондағы атқарылатын іс-шараларға, сонымен қатар көңілдері толып, сонымен қатар үйде балаларымен қарым-қатынас деңгейі жақсаратын болса, әрине бұл осы біздің алға қойған мақсаттың, мектептің алдына қойған мақсаттың орындалған деп білеміз. Әрине осы мониторингтің нәтижелерін алғашқы осы ата-аналардың қызығушылықтарын анықтауға арналған нәтижелер мен соңғы нәтижелерді салыстыра отырып та мектептің көрсеткішін, осы орталықтың қызметінің көрсеткішін анықтауға болады. Осы сауалнама нәтижелері арқылы сіздер тек қана аналитикалық справка емес, сонымен қатар түрлі мақалалар, түрлі ғылыми жұмыстар жазып, оны жариялауға, қорғауға мүмкіндіктеріңіз болады. Бірақ ең негізгі мақсат осы сауалнаманың нәтижесінде бізде қандай кемшіліктер бар? Сол кемшіліктерді келесі оқу жылында немесе келесі жарты жылдықта оларды түзету, оларға толықтырулар енгізу, қажет емес дүниелерді, артық дүниелерді алып тастау деген мақсатты біз басты назарға ұстауымыз қажет. Сондықтан да осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығын жоспарлауда және оның нәтижесін бағалауда осы ата-аналарға сауалнама жүргізу, ата-аналардың пікірлерімен санасу өте маңызды болып табылады. Сондықтан осы жоспарлау кезінде осы ата-аналарға сауалнама жүргізуді, яғни өздеріңіздің іс-шара жоспарларыңыздың негізгі пунктіне айналдырып қосып, жүзеге асыруды сұранамыз, және сол мақсатта бүгінгі вебинарды арнап сіздермен бөлісіп отырмыз. Презентацияларды сіздерге жіберіледі, сіздер оны алып, бәлкім осы сұрақтарды пайдалансаңыздар болады, немесе осы сұрақтарға қосымша өздеріңіз жаңадан сұрақтар қосып, ата-аналардың пікірлерін, қажеттіліктерін анықтасаңыздар болады. Құрметті әріптестер, вебинарға қатысушылар, бүгінге дайындалған вебинардың материалы осымен тамам. Қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, осында қоюларыңызға болады, немесе WhatsApp чаттағы чатқа жазуларыңызға болады. Сол жерде толығымен жазбаша түрде жауап беруге тырысамыз. Рахмет, Бақытжан Абайұлы.
Рахмет Сұрақ Бақыт Шалабайұлы, өте мазмұнды әрі құнды ақпараттар бердіңіз. Әріптестер, енді кезекті ата-аналар педагогикалық қолдау орталығына байланысты және де бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтар кезегіне береміз. Сұрақ қоям деп жатқан әріптестер бар екен. Мархабат. Мықты, тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Осы бүгінгі айтылған мынау не курстың бірінші күні ғой енді бізде. Біз енді курсты қай күннен бастап өткізуіміз керек ол сабақтарды ата-аналарға? Мен жаңа басында кіре алмай қалдым да. Или мен пропустила или? Негізі ата-аналарды педагогика қолдау орталығы осы қыркүйек айынан бастап оны жоспарлау, ондағы қай педагог қандай сабақтарға жаңағы жүргізеді деген секілді сабақ кестелерін анықтау деген секілді жұмыстар жүзеге асырылып жатыр. Тамыз айынан бастап әр өңірдегі білім беру ұйымдарынан бір мамандар, оның ішінде педагог, психологтар, директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасарлары осы біздің адамның үйлесімді даму ұлттық институтының 80 сағаттық 2 апталық курсынан өтіп жатыр. Осы күнге дейін 5600 педагог, яғни 5600 мектептің педагогы осы курстан өтті. Осы алдағы 2 аптада тағы да 4000 педагог, жалпы 10.000 педагог биылғы осы 2 апталық курстан өтеді. Сол курстан өткен педагогтер мектепке барып, басқа әріптестерін өзінің алған білімдерімен бөлісіп, өзінің алған әдістемелік материалдарымен бөлісіп, осы ата-аналарды педагогика қолдау орталығының жұмысын жоспарлайды, бірге ұйымдастырады. Одан бөлек курсқа ілінбей қалған педагогтер үшін, жаңа сөзімнің басында айтып кеттім, әрбір білім беру ұйымына осы ата-аналарды педагогика қолдау орталығының қызметін ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар жіберілді. Сонымен қоса осы орталықтың қызметін ұйымдастыру бойынша нұсқаулық жібердік. Ол 230 беттен тұратын нұсқаулықтар. Сонымен қатар бізде институтымыздың өркен институты.kz деген сайтында ата-аналарға арналған барлық 8 сабақтың мазмұны қойылатын болады. Сонымен қатар онлайн сабақтардың видео сабақ ретінде жүктелетін болады. Сонымен қатар әртүрлі қосымша ресурстар, видеороликтер болсын, әртүрлі сарапшылармен сауал, интервьюлер бар, соның барлығы ұсынылатын болады. Егер осы материалдар жеткіліксіз деп тапсаңыздар, біз ұсынған 8 сабағы басында айтып өткендей, біздің осы ұсынылған 8 сабақта біздің мектепте туындап отырған мәселелер қарастырылмаған деп шешсеңіздер, яғни біздің ата-аналарымыздың қажеттіліктері, қызығушылықтары, сұраныстары сәл басқаша деп есептейтін болсаңыздар, жаңағы мен ұсынған сауалнаманы өздеріңіздің ата-аналарыңызға жүргізіп, солардың нәтижесінде өздеріңіз біздің сабақтарға қосымша ретінде 2-3 сабақты әзірлеп, олармен өткізсеңіздер болады. Ол сабақтар тек қана кәдімгі бір 40 минутқа арналған, ол тек сабақ түрінде болуы мүмкін, тренинг түрінде болуы мүмкін, тәрбиелік іс-шара түрінде болуы мүмкін. Сондықтан оның барлығын сіздер сабақтың мазмұнымен танысу арқылы біле аласыздар. Ал енді сұраққа келетін болсақ, қыркүйек айынан бастап біз осы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы әрбір білім беру ұйымында ашылуы керек. Бірінші вебинарда айтылғандай, мектеп директоры тарапынан осы орталықты құру туралы бұйрық шығу керек. Ол орталықтың қызметін ұйымдастыратын жұмыс тобы бекітілуі керек деген секілді дүниелер айтылған болатын. Егер ол дүниелерді сіз естімей қалсаңыз, әдістемелік ұсынымдарды ашып, нұсқаулықты ашып, сол нұсқаулықтан толық мәлімет, ақпарат ала аласыз. Және бұған негізгі нормативтік құжат ретінде, негіздеме ретінде, әрине, бұл Ыбырай Алтынсарин ұлттық білім беру академиясы тарапынан жыл сайын шығатын осы жаңа оқу жылындағы оқу тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хатты сіздер нормативтік құжат негізінде ала алсаңыздар болады. Сол жерде осы қыркүйек айынан бастап орталықтың қызметін ұйымдастыру бойынша ұсынымдар берілген.
Жақсы, рахмет Бақыт Шалабайұлы. Тағы бір Жауабыңызға. чатқа сұрақ жазып жатыр. Чатқа доступ жоқ деп, негізі чатқа доступ бар, және сол чаттардың барлығына жаңағы бізде екі чат бар. Біреуі жаңағы педагогтерге, сіздерге арналған, екінші чат ол облыстық, аудандық, ауылдық білім бөлімдерінің әдіскерлеріне арналған чат. Сол чатқа біз жаңағы мен айтып өткен әдістемелік материалдардың барлығын жіберіп отырмыз. Сондықтан да өз ауданыңыздағы білім бөліміңіздегі әдіскерге шықсаңыз, ол әдіскер міндетті түрде сізге бөліседі. Сонымен қатар, ол аз десеңіздер, осы бүгін арнайы жаңағы хат арқылы жаңағы әдістемелік нұсқаулықтардың барлығын электрондық пошта арқылы білім басқармаларына, білім бөлімдеріне жіберіп отырмыз. Бәлкім жаңағы чатқа ілінбей қалған, қосылмай қалған әдіскерлер ол әдістемелік материалдарды почта арқылы алып, әрбір білім беру ұйымының басшысының назарына ұсынады, жеткізеді деген ойдамыз. Рахмет Бақыт Шалабайұлы. Әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз болса? Сіздер ме? Менде бір сұрақ бар еді. Біздерге осы кеше қыркүйек айының басында білім бөлімінен бұйрық келді, осындай орталықтың құрылу керектігі жөнінде. Енді кейбір мектеп, мысалға мектепте түсініспеушілік болып жатыр да, бұйрық келді құру туралы. Мына сертификаты жоқ мамандар ондай орталықты аша алмайды деген. Ол болмайды ғой. Біз мысалға бүгін бірінші рет қатысып жатырмыз. Менің мектебімде мен өзім бірінші рет өтіп жатырмын осы курстан. Дұрыс айтасыз. Бізде мына сертификат алған маман жоқ, бірақ біз орталықты құрып, ары қарай жұмыс жасай берсек болады ғой, Әрине. Мен жаңа айтып өттім ғой. Барлық, енді бірденнен де барлық бүкіл еліміздегі мектептің педагогтерін курспен қамту мүмкін емес қой, Сондықтан да курсқа ілінбей қалған педагогтер жаңағы мен айтып өткен әдістемелік материалдарды басшылыққа ала отырып, соның негізінде жаңағы орталықты құрып, ондағы жаңағы барлық жаңағы ретімен қадамдар жазылған әдістемелік ұсынымдарда, нұсқаулықтарда барлығы түсінікті, екі тілде, қазақ, орыс тілдерінде барлық сабақтар берілген, сабақты өткізудің барлық интерактивтік әдістері берілген, барлығы педагогтер үшін түсінікті. Сондықтан да ол ешқандай қиындық тумайды деп ойлаймын. Педагогикалық білімі бар ұстаз үшін ол қиындық туғызбауы керек. Әрине, алдағы уақытта сіздің де мектептен біздің курстарға педагогтер әрине шақырылатын болады. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз болса? Саламат. Осы жаңа әдістемелік ұсыным мен нұсқаулықты біздің оқып жатқан курстың чатына салуға болмай ма? Ол чаттарға әріптестер, егер де сіз вебинар дейтін чатта болсаңыз, барлық ақпараттар сол чаттарға салынып отыр. Егер де қажет деп тапсаңыз, бүгін тағы да қосымша тағы бір мәрте жіберетін боламыз. Сонымен қатар барлық әдістемелік ұсынымдар, ата-аналар педагогикалық қолдау орталығына байланысты барлық құжаттар, Бақыт Шалабайұлы айтқандай, барлық білім басқармаларының электронды нұсқалары барлық білім басқармаларына жіберілді. Сонымен қатар білім басқармаларының әдіскерлері отырған арнайы чатқа да жіберіліп жатыр. Сонымен қатар бізде біліктілікті арттыру курсынан өтіп жатқан тыңдаушыларға да осы құжаттардың толық пакеті берілді. Алдағы уақытта біздерге шығыңыздар, біз міндетті түрде, егер де сіз осы құжаттарға қол жеткізе алмасаңыз, біз қосымша тағы да жіберетін боламыз. Тағы бір сұрақ болды ма? Осы курсты, например, біз өткіземіз ғой 8 сағат, бір жылда. 90-на 2 сағаттан болады, сонда. Бұл курстар жаңағы өткізген мұғалімге төленеді ме ақша ретінде, еңбек ақысы ретінде? Әлде бұл қосымша ретінде? Бұл қосымша, бұл егер түпкі негізіне қарайтын болсаңыздар, яғни біз қазір педагогтер біздер айтамыз ғой, осы бала тәрбиесінде, баланы оқытуда, яғни бүкіл жауапкершілік мектепке, педагогтердің мойнына жүктелген деп. Бұл ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының негізгі мақсаты біздің өзіміздің жұмысымызға сол ата-аналарды тарту. Бұл ең алдымен біздің жұмысымыздың нәтижесін, яғни көрсеткішін көрсететін дүниеге бағытталған. Сонымен қатар әрине бұл әзірге педагогтерге қосымша жүктеме ретінде
ұсынылып отыр қосымша ретінде. Оның жаңағы төлеу жағы қосымша үстемақысы қарастырылмаған. Бұл жаңа мен айтып өткендей, түпкі мақсатымыз сол ата-аналармен ынтымақтастығымызды бала тәрбиесіндегі күшейтуге, ата-аналардың жауапкершілігін арттыруға, олардың бала тәрбиесіне деген сол қарым-қатынасын жақсартуға, жаңағыдай позитивті ата-ана мәдениетін дамытуға бағытталған жоба болғандықтан, сол риясыз қызмет ету негізінде ұсынылып отырған жоба. Менде тағы бір сұрақ болып тұр. Жақсы, рахмет. Министерствоның сіздердің тарапыңыздан бұйрық үлгісі де жіберілді барлық білім бөлімдеріне, біз алдық. Соның ішінде даналық мектебін құру деген бар. Енді сол даналық мектебімен осы педагогикалық қолдау орталығы барлығы бір жұмыста үйлестіруге болады ма? Әлде екеуі екі бөлек болу керек па? Екеуі, ол даналық мектебі осы педагогикалық ата-аналарды қолдау орталығының аясында іске асырылатын, яғни тек оның ерекшелігі оның форматында, клубтық формат негізінде, яғни қосымша білім беру сіздерде болды ғой, әртүрлі клубтар. Және ондай клубтар көптеген мектептерде осы күнге дейін де бар, іске асырылып келе жатыр. Тек ол жерде негізгі ерекшелік, біз оны 4 негізгі мектепке бөліп отырмыз, және әр мектепке 2-2 тақырыптан беріп отырмыз. Және оның даналық мектебін ұйымдастырудың өзіндік бір ерекшелігін, тәсілін де ұсынып отырмыз. Ол жерде сіздер спикер ретінде, мәселен, әжелер немесе аталар мектебі үшін спикер ретінде сол ауылыңыздағы сондай құрметке ие болған, өзінің тәжірибесі бар, сондай бір үлкен ақсақалды немесе әжені шақырып, жас ата-аналарға өзінің өмірлік тәжірибесімен, даналығымен бөлісуге мүмкіндік жасау. Дәл сол сияқты әжелер мектебіне де, ағалар мектебіне де, жеңгелер мектебіне де сондай жас ана атанып отырған жаңағы ата-аналарға, жас әке атанып отырған жаңағы әкелерге, сондай ағалардың, мықты ағалардың, ел ағасы болып тұрған азаматтардың, сондай жеңгелеріміздің өмірлік тәжірибесін, даналығын, жаңағы күнделікті бала тәрбиесіндегі, отбасы қарым-қатынасындағы тәжірибелерін бөлісуге мүмкіндік жасау. Бұл ешқандай да бөлек дүние емес, осы ата-аналарды қолдау орталығының аясында іске асырылатын жоба. Енді тағы да бір сұрағым бар. Осындай курстардан белсенді ата-аналарды өткізуге мүмкіндік болады ма? Әзірге бұл курстар тек қана жаңағы педагогтерге арналған, бірақ Адамның үйлесімді даму ұлттық институты сол сіздер іске асырылатын жаңағы педагогикалық қолдау орталығын ғылыми әдістемелік сүйемелдеумен айналысамыз. Осындай вебинарлар сериясын, сонымен қатар өңірлердегі жаңағы өңірлік семинарлар, әдістемелік семинарлар арқылы, түрлі ғылыми әдістемелік материалдар арқылы сіздерге көмек беруге тырысып отырамыз жүйелі түрде. Әзірге осы ата-аналармен тікелей байланысқа шығатын мүмкіндік жоқ. Тек қана жаңа айтып өткендей, біздің Өркен институты .kz сайтында онлайн сабақтар бар. Ол онлайн сабақтар тікелей ата-аналарға арналған. Сіздер сол онлайн сабақтарды ата-аналарға ұсынсаңыздар болады. Ол онлайн сабақтарды біздің институттың ғылыми қызметкерлері әзірлеген, дайындаған. Сондықтан да соны сіздер тікелей ата-аналарға ұсынып жүргізсеңіздер болады. Рахмет сізге. Менде де бір сұрағым бар еді. Иә. Қараңыздар, бағана сіздер айттыңыздар ғой, бастауыш, орта және жоғары сыныптар әрқайсысында 8 сағаттан болу керек па, әлде ортақ 8 сағат болу керек па? Әрқайсысына 8 сабақтан бар. Ол сабақтардың барлығы, тағы да қайталап өтейін, әзірленіп қойған. Жоқ, оны түсіндірім. Жыл көлемінде 24 сағат өткізу керек па, әлде 8 сағат өткізу керек па осы мектеп? Бастауыш сыныптың ата-аналарына 8 сағат, орта буынның ата-аналарына 8 сағат, жоғары сыныпқа 8 сағат. То есть мектепке келгенде ата-ана өзінің баласы қай сыныпта оқиды, соған қарай, сол жаңағы бағдарламаға қарай барады. Ал нені біріктіріп жерге болмай ма, оны бастауыш жоғары сыныптарын біріктіріп жерсе? Сабақтардың барлығы бір ізділікпен әзірленген. Мәселен,
бастауыш сыныпқа белгілі бір мәселеге арналған, тақырыпқа арналған сабақ бар, иә? Ол сол бастауышта оқитын балалардың жас ерекшеліктеріне, психологиялық даму ерекшеліктеріне байланысты құрастырылған. Ал енді орта буындағы сабақ, ол тиісінше жоғары деңгейге сатыға көшеді, сол жастағы балалардың жас ерекшеліктеріне, даму ерекшеліктерін ескере отырып құрастырылған. Сондықтан да біріктіріп жіберуге мүмкіндік жоқ. То есть әр аудиторияға өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес әзірленген. Одан кейін мынандай ұсыныс айтқым келіп отыр, мен Жетісу облысынан ғой. Жаңағы мысалға біз Zoom арқылы оқып отырмыз ғой. Zoom арқылы оқығаннан гөрі, мысалға бізге әр қайсымызға кураторлар берді ғой, әр облысқа. Сол кураторлар келіп бізге мысалға 10 күн көлемінде бір күні бір облысты, ауданды, екінші күні басқа ауданды солай бір күннен оқытып берсе, сол нәтижелі болады деді негізінде. Жақсы. Сондай ұсыныс білдіргім келеді. Қабылдаймыз, жеткіземіз. Бетпе-бет өткізсе, нәтижелі болады ғой жұмыс онлайн Zoom-нан гөрі. Жақсы, Қайрат мырза, қателеспесем, Қайрат мырза, қателеспесем, мен сізбен WhatsApp-пен сөйлесіп отырмын. Иә, мен WhatsApp-пен сөйлесіп Жақсы, отырмын. сіздің ұсынысыңыз өте орынды. Біз осыны да ойладық. Алдағы уақытта Қазақстанның 5 өңірінде біз аймақтарға бөліп, өңірлік шеберлік семинарларды өткізетін боламыз, шебер сыныптарын өткізетін болады. Ол үшін институттан арнайы жұмыс тобы құрылып, сол жұмыс топтары осы өңірлерде ата-аналарды педагогикалық қолдау орталықтарының осы жобаның нәтижелігін, табыстылығын арттыру үшін әдіскерлерге, осы мектептерде осы жобаға жауапты мамандарға арналған шеберлік сыныптарын өткізетін болады. Яғни офлайн форматта бұл нәрсені де біз қарастырып отырмыз. Сондықтан алдағы уақытта институттан жақсы бір жаңалық күтіңіздер, яғни ресми хат күтіңіздер. Біз сіздерге барамыз. Мынандай мәселе ғой, өткенде 15 мен 16 тамыз аралығында республика көлемінде біртұтас тәрбие бағдарламасын түсіндіру туралы курс өткізген 2 күндік. Сол 2 күндік курс өзімізге былай жеткілікті болды. Барлығын түсіндікті, мынау онлайннан гөрі сол бетпе-бет өткізсе әр өңірде. Сол тиімдірек болатын еді. Әрине, рахмет Қайрат мырза. Қосымша, өздеріңіз әр облысқа қосымша тағайындалған кураторлар, егер де сіздің облыста қиындық болатын болса, осы орталықтың жұмысын ұйымдастыруға сіздерге қосымша көмектесетін болады. Сол себепті алдағы уақытта осы жобаны ұйымдастыруда сіздерде қиындық тумайды деген ойдамыз. Ал қиындық туған жағдайда біздің номерлеріміз сіздерде бар. Рахмет үлкен. Жаңа мен сұрайын деген болатынмын. Например, бізде малокомплектный школалар бар ғой. Ата-аналар бала саны аз дейді, буынға бөлген уақытта бізге ата-аналарды жинау өте қиын болады негізінде. Сондай жағдайда не істеуге болады, например? Мысалы, 100 баласы ғана бар мектепте, өзі ата-ананың саны, былай қарапсаңыз, бір үйде 2 баладан немесе ары кеткенде бір 3 баладан болған уақытта, ата-ана саны өте аз болады да, ол ата-аналар біз қайта-қайта жинай алмаймыз ғой. Сондай уақытта қалай өткізуге болады? Енді әрине біздің сабақтар жаңа айтып өткендей, балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты бөлінген. Мейлі ол 2 ата-ана болсын, 30-40 ата-ана болсын, қажетті білімдердің барлығы сол тиісінше бағдарламаларға салынған, солай жоспарланған. Сондықтан да егерде бастауыш сыныптың ата-анасы мен жоғары сыныптың ата-анасын жаңағы бізде осындай ата-аналарды жинау қиындығы бар деп қосып өткізетін болсақ, әрине ол кейбір ата-анаға қызықсыз болуы мүмкін, бір ата-анаға түсініксіз болуы мүмкін. Әрине, биыл осы әдістемелік ұсынымдарда берілген, қалай берілді, солай өткізуді жоспарлап отырмыз. Жаңағы мониторингтің нәтижесінде егерде осы мектептерден осындай арыз шағымдар түсетін болса, яғни бұл формат тиімсіз деген секілді дәлелдермен, әрине келесі оқу жылында немесе келесі жарты жылдықта біз бағдарламаларға өткізу тәртіптеріне, осы педагогикалық қолдау орталығын ұйымдастырудың тәртібіне бәлкім өзгерістер сол кезде енгізетін болармыз. Әзірше осы ұсынылған формат осы оқу ағарту министрлігімен келісілген тәртіп осындай болғандықтан биылғы оқу жылында осы тәртіппен іске асыруды ойластырып отырмыз.
Жақсы әріптестер, Бақыт Шалабайұлының сұрағына жауабына қанағаттандыңыз деген ойдамын. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сұрақ жоқ, сол ұсынысты қабылдасаңыздар, жаңағы Жақсы. айтқан Әрине, міндетті түрде институттың әкімшілігіне жеткізілетін болады ұсынысыңыз. Әріптестер, егер де сұрақтарыңыз жоқ болатын болса, онда бүгінгі күндегі вебинарды аяқтасақ, Бақыт Шалабайұлы берген құнды ақпараттарыңызға және уақытты бөлгеніңізге үлкен рахмет. Бүгінгі вебинар сіздер үшін құнды болды деген ойдамыз. Әріптестер, келесі вебинарда жүздескенше, келесі вебинар бейсенбі күні сағат әдеттегідей 15:00-де болатын болады. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.